Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен? Жақсылықтар жандарыңыздан табылатын мереке күндерді құттықтайтын біздің бағдарлама бүгін Шұбар Айғыр әулетінің туын биікке көтеріп, келіндік қызметі ақталып, туған күн мерекесін тойлап отырған Айгүл ханымға деп арнайы қайын жұртының атынан жасаған керемет тосын сыйды жолдауға келіп тұрған жайымыз бар. Татулығы арттырып, берекесі күннен күнге жалғасып отырған әулеттің қуанышын бөлісе отырыңыздар. Туған күніңмен келген күн құтты болсын өмір. Амансыздар ма? Ата амансыз ба? Қалай, жақсылықсыз ба? Жақсы. Кеш жарық болсын деген керемет көңіл күймен қымбатты көрермен, біз келескі тосын сыйымызды дәл қазір жолдауға Мұса ағамыздың берекелі шаңырағынан біздің бағдарламаның төрінде құтты қонағымыз Айгүл ханым. Ал енді әпкеу, кеш жарық болсын, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, мереке қалай өтіп жатыр? Шүкір, жақсы сол. Иә. Ал енді мен сізге арнайы гүлмен келіп тұрған жайым бар. Арнайы тосыннан сый арқалап, бір емес бірнеше адамдарды да ертіп келген жайым бар. Енді кімнен деп сұрап артық болып кетеді ау деп ойлаймын. Бірақ та дәл қазір бізді көріп отырған барша көрерменімізге өзіңізді бір қысқаша таныстырсаңыз, әсіресе бұл өмір жолына қадам басып, қанша ұрпақ Аллаға шүкір келді, ал әулетке ақ келін болғалы қанша жыл? Иә, осы ауылға келін болғалы биыл 28 жыл боламыз, Аллаға шүкір. Бір ұлымыз бар, 3 түскамыз бар, сонымен 4 балам бар. Ал енді бақытты күндер Аллаға шүкір күннен күнге жалғасып жатыр. Апада болып, немереде сүйіп жатсыз деп. Енді сол бақытты күндерге мен тағы да бір керемет естелік сәт жолдайын деп келіп отырған жайым бар. Себебі біз Моңғолия мемлекетінде өмір сүріп жатқан халықпыз. Енді жаңа өзіңіздің айтқан әңгімеңізде де бар ғой. Бір ұл, 3 қыз, Аллаға шүкір. Енді сол Моңғолия мемлекетінің атауы бойынша 3 қыз қатарынан өмірге алып келген асыл ананы, ардақты ананы мемлекеттік атауы бойынша ұрым бер, яғни қазақша шебер келін мәртебесімен құттықтаған екен. Енді мен сізге керемет жаңалықтан бөлсейін. Бүгінгі туған күнге сізге сыйлық алып келдік. Бірақ та бұл сыйлықтың құны өте биік болып тұр. 28 жылдық келіндік қызметіңіз ақталып, міне әулетке жасаған ақ келін сізге рахмет айтып, әулеттің үлкендерінен кішіне дейін құрмет көрсетіп отыр. Рахмет. Тосыннан сый тағы да көңілдің жүректен жырларын арнап отыр. Ақ келінім, бақ келінім, әулетімізге бақ болып келген жан келінім. Сол марқұм анамыздың жоқтығын білдіртпестен әулеттің туын биікке көтеріп, алғашқы келін мәртебесін биікке қойып, бұл берекелі шаңырақтың туын биікке самғатып отырған сізге мың алғыс. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді ғой қазақ. Бұл Шұбар Айғыр әулетінің шаңырағын алтыннан құрып, ұл мен қыздарын тәрбиелеп отырған сізге алғысымыз шексіз. Ұрпақ, ұл саналыдар мен көрікті қыздар тәрбиелеген анаға бас иіп құрмет көрсетеміз. Ал енді алдыңызға сол туған күннің дәл тамаша дастархан төрінде біз сізді Моңғолия мемлекетінің ұрым бер даңқыңызбен мәртебеңізді көтерейік деп келдік. Құтты болсын. Рахмет. Орық отымегімен батытқын бекчөлч, нэг хүү, 3 сайхан охин үрийг минь төрүүлж, энэрл хайр ур ухаанаар өсгөн хүмүүжүүлж байгаа эрхэм хайртай бэр таньда халуун баяр хүргэж талархал дэвшүүлж байна. Охин үрийн инээд хөөр баяр баяслаар өргөө гэрийг минь гэрэлтүүлэн гийгүүлж суугаа эрхэм бэр Стамбул өвгтэй Айгүл таныг Монголын уран бэрүүдийн холбооны нэрэмжит тэргүүн дээд шагнал уран бэрээр алдаршуулав 2026 оны 5 дугаар сарын 5-нд. Заттаған келін боп ақ босаға, ақ босаға, мерейлі бақ босаға, қасиетті халық
бүгін барлықтарыңа қайырлы кеш. Бүгін менің келінім Айгүлдің туған күні болып, және шебер келін деген марапатпен марапатталып жатқанына бәріміз қуаныштамыз. Менің тұңғыш немерем Мұгинаны біз қолымызға 1 жасынан бастап асырағамыз. Оның кейін 4 түзді болдық. Енді осындай отбасының берекесі болған, ағайынның берекесі болған, отбасының құты болған, имам ұлым Мұсаның шаңырағына бақыт, дендеріне саулық, жүректеріне имандылық берсін. Дендері сау, отбасылар аман болсын, дендері сау болсын. Аллаху акбар. Ал енді Айгүл апай, дәл қазіргі көңіл күйіңіз қалай? Әйел шаңырақтың ұйытқысы деп жатады ғой, және атам да айтып жатыр. Алла қосқан өмірлік жарыңыз Мұсағамыз, Малайхандық аз ғана қазақтың міне жүректегі иманына күш қуат беретін ел ағасы имам екен баршамыз білеміз. Енді тұңғышыңыз мұқитымызда Аллаға шүкір әкесінің ізін басқан ана ұл болып өсіп келе жатыр. Бірінен бір асқан біздің Айшамызда қандай керемет деп, бұндай ұрпақ тәрбиелеп отырған алтын құрсақты ана сізге мың алғыс дейік. Ал енді міне атам батасын беріп, ана жақтан шашу дайындап, бүгін міне шыпаң әулеті мәре сәре болып туған күніңізде тамаша тосын сый жалғастырып жатыр. Дәл қазір мен сізді көңіл күйіңізді сол қайын жұртқа арнап жалғастырсаңыз. Рахмет, мені сыйлап осындай құрметте отырған сіздерге Аллах разы болсын. Алла тағала бәріміздің жүректерімізге иман берсін, жүзімізге нұр берсін. Бала шағамыз өте мықты, салихалы ұрпақтар болып өсуге Аллах тағала нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Бүгін апам марқұм, заман марқұм қасында болса тағы да көп қуанар едім. Бір кем дүние қайтеміз. Аллахтың сарлығын ісіне көнеміз. Мен бүгінде қатты қуанып отырмын, толқып отырмын. Тағы да бір өз анама көп рахметімді айтамын. Бүгін мына дүниеге мен әкеп тәрбиелегенсіз Аллах разы болсын анашым. Ортамызда есен сау отыра берсін. Көп рахмет, құрмет деген бауырдарыма, ағаларыма, қайын жұрттарым әрқашан да есен болсын. Рахмет, Аллах сіздерден разы болсын. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал енді келінді қызметіңіз ақталған күн құтты болсын, мәртебеңіз биік болсын. Жылы қайдадым көшкені Төніні менен ақшамайды аршыны төс Ай шірікен дәурен ай көбім менен айдай Туған күнімен марапаттаған шебер келінге шашу шастым осыдай Ай шірікен дәурен ай өлім менен айдай Тату болсын бәрі, татулығың қалсын мәңгі, бақ жұлдызың жансың мәңгі, ағайындар ай. Тату болсын бәрі, татулығың қалсын мәңгі, бақ жұлдызың жансың мәңгі, ағайындар ай. Жақындықты үлгі етейік күнде, татулықта ту көтеріп бірге, қол ұстасып қол созайық күнге, болашаққа жол салайық бірге. Өміріміз өрде болсын, көңіліміз төрде болсын. Тату болсын бәрі, татулық